Хайсендер эмеска, и және де достар, мен сіздерге бір әдісті көрсетемін. Сол әдіс арқылы сіздер полный безлимитный алмаз, темір, незерит бәрін алатын болсыздар. Просто сіздерге сондардың блоктары ғана керек, и мына заттар керек. Орта выживанияда алу оңай емес болса да, кейбіреулері оңай, кейбіреулері оп-оңай. Так что біз кеттік. Так, тоқтаңыздар достар. Что-то бір түрлі сетте пайда болыпты, қараңдар. 1, 2, 3 церковь бар. Мынандайдан 2. Еще мынаның аяқта не бар екен? Колодец. Колодец көрмелі көп болыпты бұрынғы версиялардан соң. Және деген әдем сети. Так, енді орнымызға барып, сіздерге мен әдісімді көрсетейін де видеомды аяқтайын. Короче, достар, сіздерге мына заттар керек, осы заттардың бәрі болу керек. Обязательно. Бірінші бұзамыз. Ой, жоқ. Просто мынандай бір блок бұзамыз, любой соған су қоямыз үстіне. Мына жағына бұзамыз. Мына жағында мына жаққа бірақ қоймаймыз. Сауға қоямыз. Әйнегі любой блок аламыз. Қосаймыз. Бұзамыз. Яқа липкий поршеннан біреу. Оның қасында редстоун. Оған мындай бір тауды до конца қоямыз. Повторительді. Сосын мына жағына тағы да бір повторитель қоямыз. Оны до конца. Мына жаққа тағы да 2 повторитель. Орды да до конца қоямыз. Мына жаққа бір 2 тау ғана. 2 тау жетеді. Сосын мына жаққа мындай қоямыз. Бұл жаққа липкий поршень қоямыз. Сосын слиз қоямыз. И потом дюб істеу үшін мына жаққа 2 тау. Сол бірдей блок қою керек. Сосын енді мынаны солмен жалғаймыз. Так, главное ұмытпау. Мына жаққа рычаг қоямыз. И мына жақта костный мука керек болады. Анайдан 2 тау өсіреміз, үлкен. Қасындағы барып бұзамыз, механизмге меша түспес үшін. Болды. Бұл жетеді. Мына жағында тезірек қараймыз. Міне, мына жақта алмаз пайда болса, сіздерде бәрі істелді. Енді мына жақта барамыз да, мына поршенді бұзамыз. Все. Мына жақта сіздерде до конца безлимит болып пайда болады. Сіздерді даже вызываниемен көрсетем. Міне. Зат выживанияда серверде ойнасаңдар сондай да пайда болады. Бүйтіп мынаны қаза бересіңдер. Потом достар, сіздерге бірақ правила. Бұндай только бір мерде біреу ғана істейді. Бір мерде или бір серверде біраз ғана істейді. Ол бірақ бір тау өзі жалғыз болып істейді. Бұндайдан дақыл істесін істемей қалады. Мен мысалы сіздерге көрсете салайын.
міне жазып көреміз. Жоқ істейді екен достар. Ағасызды ма? Потом достар, если что, жерден шығып көрсеңіздер, бұл заттар полностью басынан бастап істемей қалады. Мынаны мерден шығасыздар, сосын қайтадан кірсеңіздер істемей қалады. Так что серверде де солай. Так что қатты эксперименттемей қойыңыздар. Бұл арқылы любой ресурс, мысалы незеритовый блоктарды қойып, незеритовый блоктар аласыздар. Или алтын блок, или железный блок, сондай изумруд, сондай заттарды ғана қойыңыздар. Әйтпесе мынандай бар, жер дегендер сондай бір бәле болады. Ал сендермен болғанмен Sky. Бәріңе пока, короче. Бұл видеода мен сендерге қалай ресурстарды дохуя қылып көрсеттім. И бәріңе пока.